Сәлем достар, сіздермен бірге Салтанат. Бүгін дәл осындай піспеген көк помидорларды тұздайтын боламыз. Бізге керегі 2-3 килограмм помидор. Мен бұны сатып алған кезде қатты қызыл болған жоқ. Бір күн үйде қалып қойып еді, помидорлар қызарып кетіпті. Міне дәл осындай үлкендеу помидорларды мен ортасынан кесіп алдым, 2 бөліп. Бүтіндей салсаңыздар да болады. Барлығын өстіп кесіп алдым мен. Кішкентайларын кескен жоқпын. Бізге керегі тағы укроп, кинза, чеснок керек болады. Ал енді чесноктарымызды дәл осылай турап аламыз. Майдалап. Чесноктарымды майдалап турап алдым. Банкілерімізді тазалап жуып аламыз. Оны парлаудың қажеті жоқ. Жақсылап тазалап, ұсақ болды. Ал міне 2 банкам тазалап жуып алдым. Біреуі 3 литр, біреуі 2 литрлік. Жуып, тазалап, ішіне укроп, гинзамызды салып алдым. Енді үстіне помидорларымызды саламыз кезек-кезек. Кішкене помидор салып, чеснок салып, укроп салып, дәл солай кетпе-кет барлығын банкыны толтырып салып алатын боламыз. Міне дәл осындай салып аламыз. Арада қиярда салып жүрсеңіздер болады. Бұған мен тек қана көк помидорлардан ғана жасадым. Піспеген помидорлардан. Міне барлығын салып алдым. Чесногымызды да салдым. Енді үстіне ащы бұрышымызды 2 данадан салып алдым мен. Міне барлығын салып алдым. Енді үстіне тұзымызды саламыз. Менде майда тұз. 4-5 қасықтан, үлкен қасықпен, ас қасықпен 4-5 қасықтан салсаңыздар болады. Ал енді үстіне дәл осындай горчица саламыз. 2 қасықтан салдым мен. Енді үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Ыстық суымызды құйып, бұны үй температурасында 1 күн тұрады. Одан кейін холодильникке салып қоясыздар. 1 аптада өзі дайын болатын болады. Міне дәл осындай ыстық су құйдым. Жақсылап қозғап жібересіздер, суды құйып, қақпағын жапқаннан соң. Міне осылай болды менде. Ал мен осындай пакетпен орай салдым. Сіздің үйде крышка жоқ екен. Енді осыны үй жағдайына
бетін жауып бір күнге қалдырамыз. Одан кейін холодильникке салып қоямыз. Холодильникте бір аптада дайын болады. Үйде жасап көріңіздер. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Баршаңызға ас болсын.